Ұшқан бақ 4-ші бөлім. Содан бері өмірімнің мәні жоғалғандай еді. Тек ұлым үшін ғана өмір сүретіндей едім. Тіршілік етіп осы баламды ел қатарлы өсірсем дейтінмін. Үмітім өшіп, тағдырыма мойынсұнып, күйеуімнен күдерімді үзе бастағанымда бір күні базарда кездейсоқ серікті көріп қалдым. Екеуміз бір-бірімізге қарама-қарсы жолығып қалдық. Жүрегім дүрсілдеп, кеудемнен шығып кетердей, аяқ-қолым дірілдеп, қатты толқып кеттім. Ол да мені көре салып кілт тоқтап қалды. Сөйтіп, артқа шегінуге қысылды ма, жаныма келіп амандасты. Мен де ішкі күйімді білдірмейін деп, ернімді жыбырлатып қана саулық сұрасқандай болдым. Бір байқағаным, күйеуім жүзі ажарланып, толысып, бұрынғысынан да сымбатты болып көрінді. Алғаш сұрағаны ұлымыздың жағдайы еді. Сосын, Жансая, мен ұлымды тастаған жоқпын, оны бір сәтте есімнен шығарған жоқпын. Тіпті күн ара сыртынан бақылап, қарап жүрмін. Әрине, мұны сендер білмейсіңдер. Ұлым кейін ес білгенде мені сұрары сөзсіз. Сол кезде мен жайлы жаман сөз айтпағаныңды қалаймын. Өйткені барлығына өзің кінәлісің. Шешең мен әпкеңнің сөзіне еріп, қайтып келмей қойдың. Осыны да түсіндіріп айтарсың. Ал қазірше баламның бағына аман бол. Дегенмен оны дүниеге әкелген анасысың. Ал мен бүгін үйленгелі жатырмын дегенінде біреу төбемнен суық су құйып жібергендей болды. Сасқанымнан кімге деп сұраппын. Сөйтіп едім, ол маған таңдана қарады да, өзімнің адамымды таптым. Барлық жағынан ұнатып, сүйген жақсы бір жанға, деді де, қош болып тұр, ұлыма бірдеңе қажет болып жатса, мені қайдан табатыныңды білесің деп, қош айтысып кете барды. Мен сол жерде оның артынан қарап состиып тұрдым да қалдым. Сонымен серік жергілікті жердің сұлу да білімді қызына үйленді. Сол күні қалыңдығын алып келуге барғалы жатыр екен. Сөйтіп 2 күннен кейін орталықтағы тойханада дүркіретіп тұрып той жасады. Ер адам солай екен ғой. Қатын жолда, бала белде дегендей, менімен ажырасып кеткеннен кейін көп ұзамай-ақ үйленіп алды. Ал мен болсам, бейкүнә баламның обалына қалып, оны әке мейірімінен ада қылдым. Онымен қоса ажырасқан келіншек деген атқа ие болдым. Осының барлығы маған өте ауыр тиді. Жүйкем сыр беріп, күйеуім үйленгенде басымды көтере алмай ауырып жатып қалдым. Осы кезде анам түк болмағандай, тағдыр ғой Жансая, пешенеңе жазғаны осы шығар, деп мені жұбатпақ болғанында қатты ызам келіп, барлығына сіздер кінәлісіздер. Ұлым екеумізді бақытсыздыққа душар еттіңіздер. Жап-жақсы отбасымнан, сүйген жолдасымнан айырдыңыздар. Сіздің жалған намысыңыз бен нан піскен көкірегіңіз кімге керек еді, деп өз-өзімді ұстай алмай, анам мен әпкеме қатты-қатты айтып тастадым. Сөйтіп едім, анам үндемей қалды. Ал әпкем болса, неменеге сонша долданасың? Өзің емес пе, балаңды алып жетіп келген? Немене, сол серіктен басқа жігіт құрып қалып па? Жап-жас әдемісің, не болды сонша күйзеліп? Саған да біреу табылар. Болды енді өзіңе кел. Есіңді жи, апама неменеге бағжаңдайсың? Балаңа қарап өсіріп отыр, есіңді жиып жұмысыңды істе, деп алдымен өзімді кінәлап шықты. Содан әпкеме дауа жоқ екенін түсініп, көз жасымды сығып алып, орнымнан тұрып жүгіріп ойнап жүрген ұлымның бетінен сүйдім де базарға саудама кеттім. Жол бойы өз-өзіме келе алмай, бүкіл жер дүниеге сыймай қатты жүрегім ауырды. Мен отырған таксидің жүргізушісі, жас жігіт айнадан маған қайта-қайта қарап, қарындас, бір жеріңіз ауырып тұр ма, сізде барлығы жақсы ма, деп сұрап еді. Өз-өзімді ұстай алмай, еңкілдеп жылап жібердім. Сөйтіп едім, ол сасқалақтап қалды. Сөйтті де жол жиегіне тоқтап, қарындас, жыламаңыз, не болды, сізге ауырып отырсыз ба, әлде бір жақыныңыздан айырылып қалдыңыз ба, деп бөтелкедегі суын ұсынып шыр-пыр болып кетті.
Мен өксігімді баса алмай судан аздап ұрттадым да, иә, ең жақын адамымнан айырылып қалдым деп едім. шопыр жігіт: иманды болсын, сабыр сақтаңыз деп жатыр. Өзі бір көңілі жұмсақ, жанашыр адам екен. Содан есімді жиып, әлгі жігітке рахметімді айттым. Ол болса телефон номерін беріп, бір көмек қажет болса хабарласыңыз деп есімін айтып танысып қалдық. Сөйтіп мені базарға дейін апарып салды. Жол ақымды да алмай қойды. Содан кейін көңілім аздап орнына түскендей болды. Өмір өз ағымымен өтіп жатты. Жанымдағы Серіктің ауылының келіншектерінен ол жайлы жаңалықтарды естіп отыратын болдым. Серік үйленгеннен кейін көп ұзамай ұлды болыпты. Содан әлгі даулы болған жерге үлкен үй салып, әйел екеуі сонда еншілерін алып бөлек шығыпты. Мұны естігенде және көңілім бұзылды. Серікпен ажыраспағанымда сол үйге мен көшіп барар едім. Мүмкін және балалы болар ма едік. Енді менің орнымды әлгі сұлу білімді әйелі Серігімнің жанында бақытты ғұмыр кешіп жатыр. Енді ол меніңкі емес, ана әйелін құшақтап ұйықтайды, соны сүйіп аймалайды деген ойлардан көкірегімді қызғаныш кернеп, өкініштен өзегім өртенді. Сол күні мазам қашып, өз орнымда байыз тауып отыра алмадым. Содан жаңағы танысқан азаматқа хабарластым. Сөйтіп мені келіп алып кетші, бір жерге барып отырып әңгімелесейікші деп едім. Ол келісе кетті. 1 сағаттан соң келемін деген соң көкөністерімді жинап складқа өткіздім де азаматты күтуге такси тұратын автобекетке қарай келдім. Азаматпен телефон арқылы тек дос ретінде сөйлесіп тұратынбыз. Ақкөңіл жақсы жігіт еді. Тауар әкелетін кезде де көлігімен келіп көмектесіп тұратын. Сөйтіп бір шетте азаматты күтіп тұрғанымда Серіктің ауылдағы сыныптасын көріп қалдым. Тура алдыма келіп көлігімен тоқтады. Сөйтіп мені көріп қалды да ыржаңдап келіп амандасып: «Өй Жансая, қалайсың? Секоның ұлы қалай, өсіп жатыр ма? Қайда тұрып жатырсың? Секо екеуің ажырасып кеткендерің өте өкінішті» деп сұрағы мен әңгімесі аралас тоқтамай сөйлеп кетті. Мен барлығы жақсы деп көп сөйлескім келмеді. Кетіп қалайын десем ыңғайсыздандым. Ол болса тоқтамай әңгімесін айтып жатыр. Содан бір кезде кел бір суретке түсіп алайық деп телефонын шырт еткізіп, мені де суретке түсіріп үлгерді. Өзі бұрыннан осындай сөйлеп қалған жігіт еді. Осылай тұрғанымызда жанымызға азамат келіп тоқтады. Оның келіп қалғанына қуанып кеттім. Сөйттім де Серіктің досына жылдам сау бол деп азаматтың көлігіне отырып кетіп қалдық. Ал Серіктің досы аузы ашылып қарап қала берді. Азаматпен ауылдың сырт жағындағы дәмхананың жазғы алаңына барып отырдық. Мен оған іштегі бар сырымды, өткен өмірім жайлы айтып бердім. Ол болса жап-жас болып, осыншама нәрсені бастан өткіздің бе? Ұлың бар екеніне сене алмаймын. Ажырасқан келіншекке де ұқсамайсың деп таң қалды. Азамат та осы елге бізден бұрынырақ келіп жайғасып қалған оралман екен. Отбасында жалғыз анасы мен тұрмыстағы қарындасы ғана бар екен. Әкесі осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болыпты. Сөйтіп екеуміз біраз отырып жақсы әңгімелесіп қайттық.